Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге Джо Садвелл деген кісінің азиялық басқару моделі, немесе орысша азиатская модель управления атты кітап жайлы сөз қозғайтын боламын. Жалпы бұл кітап не туралы, не үшін оны оқу керек, былай айтқанда шағын видео эссе. Жалпы қазіргі уақытта білеміз, біздің қоғамда, жалпы Қазақстан болсын, әлемдік қауымдастықта болсын, былай айтқанда кореялық мәдениет кең тараған. Кореялық кей-поп кең әлемдік танымал субмәдениеттің біріне айналған. Барша жастар жақсы көретін жапондық мәдениет бар, оның ішінде әсіресе аниме бар. Одан кейін барлық азаматтар барлық елдерде айтқанда кеңінен тұтынылатын өнімдер, технология, киім басқасы болсын Қытай өндіреді. Барлығымыз қолданатын ноутбуктардың көбісі негізінен Тайвань мемлекетінде жинақталады. Одан тыс көліктер болсын, жалпы барлығымыз үлгі ретінде көретін бір ерекше мемлекеттің бірі Сингапур. Бұл елдердің барлығын не байланыстырады? Бұл елдердің барлығын ол Азия байланыстырады, біріншіден, екіншіден қарқынды даму байланыстырады. Әрине, бұл тек қана Азия мемлекеттері барлығы дамиды деген сөз емес. Бұл мемлекеттердің қасында Филиппин, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Малайзия сияқты мемлекеттер бар. Және де осы кітап туралы мен сіздерге айтқан кезде, осы кітапта берілген негізгі дамыған, кемеліне жеткен мемлекеттің құпиясына қатысты 3 сыры бар. Қазір сіздерге сол бәр сырын жеке-жеке айтып өтетін боламын. Енді Джо Садвелл бойынша дамыған шығыс азиялық мемлекеттің бірінші құпиясы не деген сұрақ туындайды. Ол сұраққа келгеннің алдында мынандай сұрақ туындау керек. Жалпы кез келген мемлекет енді алғашқы қалыптасу кезеңінде экономикалық дамуға жету үшін не істеу керек? Бізден нұсқаулар келеді көп жағдайда. Ол мемлекет тарапынан нарықты шетелдік компанияларға ашу, еркін айтқанда сауда жүргізу, инвестиция тарту басқа елдерден, тағы не. Мемлекет тарапынан көптеген қаражатты кәсіпкерлерге беру, салықтан босату деген сияқты нұсқалар келеді алдымызға. Дегенмен Шығыс Азия мемлекеттері өткен жоқ. Олар бірінші ретте ауыл шаруашылығын дамытты. Енді ауыл шаруашылығын дамыту деп айту оңай, дегенмен бізге. Енді маған да негізі кітапты оқыған алдында мен түсінбедім, қалай ол, не қатысы бар. Енді қараңыздар, бұл жақта мен кітаптан үзінділер жазбағам өзіме, сіздерге бөлісу үшін. Маңызды идея айтылады. Бірінші идея қандай? Кедей немесе дамушы елдердегі жерді бөлу сипатына қарай сол елдердің болашақ экономикалық тиімділігін анықтауға болады. Яғни мемлекеттің о баста жерді қалай тиімді бөліп тұр, соған байланысты мемлекеттің экономикасы ары қарай тиімді болмайтынын анықтай аламыз. Бұл кітапта осы бөлімде салыстыру үшін екі ел келтіреді, қысқаша айтып өтейін. Біреуі Жапония, біреуі Филиппин. Жапонияда Мэйдзи реформасы кезінде айтқанда не болды? Ол жақта көптеген Жапонияның ауыл шаруашылығында жүрген адамдарына жерлерді тиімді, оларға айтқанда әділетті деңгейде әрқайсысына шағын фермерлік құруға жеткілікті жерді бөліп берді барлық азаматтарға алудың. Ал екінші мемлекет осы жақта келтірді күшті мысал ретінде, ол Филиппин мемлекеті. Филиппины деген оңтүстік шығыс Азиядағы арал мемлекет. Сол мемлекетте айтқанда отарлаудан азат болғаннан кейін ол елдің басшылығы алдыда жерлердің негізгі ірі жерлерді президенттің жақын достары, туыстары, сыныптастары болсын, басқаларына көп мөлшерде бөліп берді. Ал қалған ұсақ жер иелері бағанағы ірі жер иелерінің ықпалынан шыға алмай, жерлерінен айырылып, кейін былай айтқанда соңында Жапония бар, халық көп, жер аз, бірақ жердің барлығын барынша азаматтарына тиімді деңгейде бөлінген. Тура содан сәл үлкендеу Филиппины бар, бірақ жер тиімсіз бөлінген, азшылықтың қолында көп жер бар. Нәтижесі қандай болады? Нәтижесінде осы жақта күшті айтылады. Жапонияда осының негізінде шағын фермерліктер қалыптасады. Яғни отбасылық фермерліктер қалыптасады. Олар мемлекеттің экономикасы үшін маңызды өнімдерді өсіреді, одан артылғанын өздері сатады. Яғни мемлекетке өткізетін бөлікті өткізеді, экспортқа айтқан шығаруға қалғандарын өздері сатады. Нәтижесінде өздері біріншіден аш қалмайды, екіншіден жеке қосымша табыс табады, үшіншіден экономиканы қамтамасыз етеді. Және оларда отбасылық шағын ауыл шаруашылығы кәсіпорны болғаннан кейін, енді фермерлік болғаннан кейін, оларға барынша тиімділік тарту үшін отбасы мүшелерінің бәрін жұмылдырады. Өйткені олардың азығы деген сияқты принциппен жұмыс істейді. Сөйтіп нәтижесінде сол Мэйдзи кезеңінде болсын, одан кейін кезеңде болсын,
осы үлгімен кейін Оңтүстік Корея, Тайвань мемлекеттеріне жер тиімді бөлді. Нәтижесінде ауыл шаруашылығының түрлі дақылдары кеңейіп, айтқанда экономиканың бірінші базасы ауыл шаруашылығы қалыптасты. Ал Филиппинде қалай болды? Филиппин мемлекетінде жаңағыдай ірі жер иелері қант, айтқанда ең экспортқа тиімді сұранысы бар өнім не? Ол сол кезде жасаспасам қант қызылшасы болды, қант сахарный тростник дейді, сол болды. Сол тростникті айтқанда сата берді. Оны өсіру үшін бағанағы жер иелері ірі жер иелері өздеріне барынша өсірді. Бағанағы елдің азаматтарын жалға алды. Айтқанда отарып алудың түгі өзгермеді. Яғни бағана кезінде Испаниядан кейін ақш-қа аударып алған халық, соларға тростник сатқан халық енді өздерінің азаматтарына игеріп береді. Олардың тиімділігі төмен, неге? Өйткені олардың барлығы сол жердегі жұмыс айтқанда өздерінің олар тек жалақыға жұмыс істейді, ал сатылған өнім нарықта төмен бағамен сатылады, және ол тек қана үлкен мөлшерде табыспен ірі жер иелеріне ғана береді. Яғни әлеуметтік теңсіздік, азшылық бай, көпшілік кедей деген жағдай қалыптасады. Міне осыған негізделе отыра Джо Стадвелл Жапония, Корея, Тайвань және кейінге Қытай мемлекеттерінің экономикалық дамуының маңызын көрсетеді. Енді бұл кітапта мүмкін ойлаған шығарсыздар, азиялық жолбарыс Сингапур қайда? Иә? Азиялық жолбарыс Сингапур бұл жерде айтылмайды. Неге? Өйткені Сингапурдың тікелей бірінші табысының басты себебі бұл офшорный зона. Яғни айтқанда кейбір дамушы елдердегі салықтан жалтарған не коррупциядан тапқан ақшаларын тазарту үшін осындай мемлекеттерге, Сингапур сияқты қандай бар еді, Монако сияқты елдерге, Швейцария мемлекеттерге офшорный ақшаны салып қояды, сөйтіп ол дамиды деген сияқты принцип бар. Сол себепті бұл автор осының негізі даму болғаннан кейін Сингапурды алып тастайды да 4 мемлекетті алады. 4 мемлекеттің ұқсастығы осы. Ал Филиппинде жаңағыдай жағдай болады. Одан кейін басқа елдерде де сондай жағдай болады. Яғни ірі жер иелері мен аз плантаторлар болады. Енді тағы да осыған қатысты айтылатын дүние, бұны түсіндіру үшін сізге айтайын, Майкл Липтон деген зерттеуші айтады, индустрияландыруды қалайсыздар ма? Онда ауыл шаруашылығын дамытуға дайындалыңыздар. Бұл не деген сөз? Яғни мемлекеттің енді дұрыс қой, бізде көп Қазақстанда мынандай жағдай болады, байқайық. Енді көп жағдайда айтады, экономиканы дамыту үшін не істеу керек дейді да, зауыттар салып тастаңдар дейді. Иә, ол дұрыс, дегенмен азиялық модельге келетін болсақ, зауыттардың өңдейтін шикізаты керек. Оның шикізаты әрдайым жер астынан шығатын кен емес. Ол ауыл шаруашылық өнімдері болуы мүмкін. Сол соя болсын, сол кукуруз болсын, айтқанда сол картоп болсын, басқасы болсын деген сияқты. Сәйкесінше бұл бағанағы елдерден ауыл шаруашылығы дамыды, бәрі күшті болып кеткен сөз деп айтпайды. Сол ауыл шаруашылығынан артылған немесе сол ауыл шаруашылығынан шыққан шикізаттарды өңдейтін енді нелер пайда болады нарықта? Бізде өнеркәсіп орындары пайда болады. Сәйкесінше осы өнеркәсіп орындары негізінде бұл айтқанда ең бірінші шағын және орта кәсіпорындар пайда болады. Фермерлік шикізат өндіреді, аналар оны өңдейді де экспортқа жартылай дайын немесе дайын өнімдер ұсына бастайды. Соңында осыған қатысты, сиқырға қатысты айтатын дүние ол не? Бірінші ретте айтады, аграрлы саясат мемлекет басшылығы өз халқы туралы білімін және халыққа қамқорлық ету деңгейін көрсетеді. Яғни мемлекеттің саясаты, аграрлық саясаты тиімді болса, онда мемлекет басшылығы халықтың жағдайын түсініп біліп отыр деген сөз. Және де оның сол халыққа жасайтын қамқорлық деңгейі осы аграрлы саясат арқылы анықталады. Міне, Джон Стадвеллдің азиялық модель басқару моделінің үлгісінің кітабының бірінші құпиясы осы. Енді Шығыс Азия мемлекеттерінің дамуының екінші фактор ретінде біз рацияландырылған өнеркәсіптік саясатты айтамыз. Енді аты күрделі, заты қарапайым, бірақ түсіну де оңай емес. Ол қалай? Жалпы ол бойынша біріншіден назатты қарастырамыз, оның идеясы мынада жатыр. Ол қысқаша айтқан кезде ұлттық даму мүддесі және кәсіпкерлердің мүддесін мәжбүрлі түрде мемлекет жақындастыру керек. Енді бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз былай. Жалпы өнеркәсіп орындары, шағын және орта өнеркәсіп, ірі өнеркәсіп орындары көп жағдайда бізде ол не? Біріншіден ол завод, фабрикалар, иә? Енді қараңыз, завод, фабрикалар көп жағдайда қалыптасу оңай емес. Және де қалыптасқан жағдайдың өзінде олар ішкі нарықта монополист, яғни жалғыз ойыншы, басқаларды ысырып, жалғыз өзі сатуға ғана бейім береді, өзі ғана табыс табу үшін деген сияқты мүдделі топтар пайда болады бұл жағдайда. Және де ол өте қиын мәселе, оны реттеу өте қиын. Дегенмен Жапония, Оңтүстік Корея, Тайвань, Қытай мемлекеттері ол мәселені реттей алды. Қалай реттей алдына келетін болсақ,
енді бұл жақта қазір негативный мысал бар, позитивный айтайық. Бірінші ретте мемлекет тарапында бұл ашылған кәсіпорындарды жалпы мемлекет тарапы өндіруші кәсіпорындарға мүмкіндік берді, яғни қаражат жағы, басқа жағы деген сияқты. Және де елдің азаматтары барынша өздерінің шағын кәсіпорындар ашып, кейін оны дамытып жаңа мысалға келді. Мысалға біз білетін Toyota компаниясының логотипіне қарайтын болсаңыздар, неге ұқсайды? Көп адам ойланады, бірақ бұл неге кірген жіп. Яғни ең бірінші Toyota компаниясы тігін машинасын өндірген. Қазіргі уақытта болса, ол айтқан кезде көлік өндіреді. Енді бұл бір ғана мысал, оның алдында көптеген мысалдар бар. Mitsubishi болсын, басқасы болсын, о баста өзге өнім өндірген, қазіргі уақытта әлемдік брендке айналған. Неге? Өйткені мемлекеттің экономикасы осындай шағын өнеркәсіп орындарын ашқан, дамытқан. Және маңызды пункт, бұл кәсіпорындар өздері ғана байып, мемлекеттің экономикасын сорып, айтқанда экспортқа шықпай іште отырған тиімді негізі бұларға. Бірақ мемлекет тарапының саясаты негізінде бұлардың мүддесі экспортқа шығуға бағытталған, нәтижесінде олар жаһандық брендке айналған. енді түсіндіре кетейін, мынандай маңызды зат бар. Бұл жақта кішкене қазіргі уақытта Toyotадан кейін елімізде болсын, әлемде болсын, позициясы жақсы дамып келе жатқан Hyundai Motors компаниясына келеміз. Жалпы Пак Чон Хи ойымша таспасам, сол кісі Кореяны басқарған кезде негізі оңтүстік Кореяда өте көп көлік шығаратын компаниялар, кәсіпорындар ашылған. Дегенмен қазіргі уақытта тек қана Hyundai бар, оның ішінде дочерний компаниясы ретінде Kia бар, яғни екі көлік өндіріп айтқан кезде негізінен. Және де ол қалай болды? Мемлекет тарап ойлап қалуыңыз мүмкін, мемлекет осы Hyundai мен Kia'ны қолдады, қалғандарын ысырды деп ойлауыңыз мүмкін. Бұл енді біздің еліміздің жағдайы көп жағдайда, бірақ Кореяда ондай болған жоқ. Бұл мемлекетте керісінше о баста кәсіпорындарға баруына бірдей мүмкіндік берді, одан кейін экспортқа бағытталғандарына қосымша субсидиялар, қолдау бере бастады. Нәтижесінде бұл мемлекеттерде жаңа Жапония болсын, Корея болсын, басқалар болсын, олар алдыда жаңағыдай нарықтық бәсекелестікте, жаһандық бәсекелестікте әлсіз кәсіпорындарды ысырумен айналысты. Ысыру деген қалай? Оларды енді күштеп жапқан жоқ. Олардың белгілі бір жоспарларды орындай алмаса, бағанағы беретін субсидия болсын, басқасынан босатып, басқасынан айырып, немесе жаңағы Hyundai, Kia сияқты компанияларға қосып жіберетін болатын. Нәтижесінде нарықта тек айтқанда керексіз ойыншылар ысырылып, шынайы еңбек ететін ойыншылар қалды. Яғни кәсіпорындар нәтижесінде солар нарықта жетістікке жетті. Бұл өте жарқын мысал, рационалды өнеркәсіптің дамуы. Ендігі кезекте екінші негативті мысал айтамын дедім. Ол қандай? Ол Индонезия мен Малайзия мемлекеттері. Бұл мемлекеттерде, әсіресе Индонезияда өнеркәсіпті дамытамыз дейді. Енді бұны түсіну үшін екі жарқын мысал айтып өтейін. Малайзияда қалай болды? Жалпы ұлтқа қызмет ету деген кітап бар. Сол жақта Сужей Наср кітабында өте бір мықты тұлға келтіреді. Ол Махатхир Мохаммед. Ол кісі Малайзияны дамытқан кісі деп саналады. Дегенмен мына кітапты оқығаннан кейін оған қатысты көзқарасым өзгеріп кетті. Неге? Өйткені бұл кісінің тұсында Малайзия алғашқы болып батыс көзқарастарын бас тартып, Жапонияны үлгі ретінде алып, Жапонияны моделін қайталаймыз деді. Нәтижесінде не болды? Нәтижесінде Махатхирдің тиімсіз саясатынан кейін оның айтқанда еліндегі фавориттері, таныстары осы Жапон мемлекетімен байланысқа кіріп, артынан мемлекеттің бюджетінен көп ақша алып, өте сәтсіз малайзиялық көлік өндіре бастады. Енді әлі де бар деп ойлаймын, шатаспасам, енді 2013 жылғы кітап, өзі қазір қалай екенін білмеймін. Дегенмен сол кезеңге дейін 2013-ке дейін бұл көлік өндірілген, сатылып жатқан да шығар. Бірақ ол әлемдік нарықта Kia, Hyundai, Toyota, Mitsubishi сияқты бола алмады. Неге? Өйткені мемлекет тарапынан бағанағыдай Жапония мен Кореядағыдай әлсіз ойыншыларды сырғанның орнына әлсіз ойыншылардың ішінде біреу таныстық, немесе өзінің жеке білуіне қатысты, непотизм айтқан кезде қатысты, оларға қолдау көрсетіліп, нәтижесінде олар мемлекеттің экономикасына кері әсер етті. Келесі мысал ол Индонезия. Индонезияда бір күшті жағдай келтіреді. Сукарнома, Сухатро деген біреу аттар жазған, біреуінің бабасы сол жақтағы банктен көптеген қаражат табып, Toyota бір компаниямен келісіп көлік өндіреміз дейді. Негізінде ол қалай болады? Негізінде ол алады, оңтүстік Корея ма, әлде бір мемлекетте, Японияда бір мемлекетте өндірілген дайын көлікті Индонезияға алып келеді. Есіктері құралмаған, тек қана есіктерін құрайды да, логотипіне бағана индонезиялық көліктің логотипін қояды да, міне біз индонезиялық көлік өндірдік дейді. Үкіметтен, бюджеттен көп ақша ала береді, негізінде сатып алады да, алып мемлекеттің өнеркәсібі дамымайды. Яғни бұл нені көрсетеді? Бұл мемлекеттің экономикасында мемлекет басшылығы бюджеттің болсын, басқасының болсын бөлігін өнеркәсіп дамытуға ден қойған дұрыс, әрине. Дегенмен оның тарапын мемлекеттік мүддеге, мемлекеттің дамуына, ел азаматтардың табыстылығына бағытталмаса,
онда нәтижесінде ол бағанағы Индонезия және Малайзиядағыдай жартылау коррупция, жартылау тиімсіз экономика апарып соғады. Әрине менің айтқаным бұл тек былай айтқанда үлкен таудың шыңы ғана, толық мәлімет кітапта берілген. Енді құрметті достар, Джо Стардов азиялық басқару үлгісі кітабының соңғы маңызды үшінші экономикалық дамудың айтқанда шығыс азия мемлекеттерінің құпиясына келейік. Неге қатысты деп ойлайсыздар? Ауыл шаруашылығын айттық, өнеркәсіпті айттық. Енді не жетіспейді? Ауылың дамып жатыр, адамдарда тамақ бар. Өнеркәсіп дамып жатыр, адамдарда киім басқасы бар. Енді не жетіспейді? Міне маңызды жетіспейді. Ол қаржының тиімді басқаруы, яғни мемлекеттің қаржылық саясаты. Біз мемлекетімізде аса бір көп азаматтар түсіне бермейтін, өзім де жалпы толыққанды түсіне бермейтін маңызды бір тақырыптың бірі қаржылық саясатты басқару. Енді мен кітап бойынша айтып беріп отырсам сіздерге. Жалпы бұл кітапта айтылатын маңызды бір пікір бар. Мемлекеттің дамуы үшін аграрлық саясат өте маңызды. Яғни ол не? Ол отбасылық фермерліктер негізінде кітап бойынша аграрлық экономикадағы өнеркәсіптік жылдам өсу қамтамасыз етіледі. Шағын фермерліктердің тиімді көрсететін табыстары, олардың шығаратын өте көп мөлшердегі былайша айтқан кезде бір ауданда 20 фермер, жеке фермер, екінші аудандағы 3 фермерлік үлкен плантациядан қарағанда тиімдірек және көп мөлшерде өнім өндіре алатын қабілеті бар деп айтылады. Кітаптың зерттеу бойынша, статистика бойынша сол кітапта көрсетілген. Екінші, жайын ауылшаруашылығын қойдық. Жас өнеркәсіп дейді, бағанағы индустриялық саясаттың қалыптасу мемлекеттің өнеркәсібін бірінші ретте экспортқа бағыттау, ол әрине өте маңызды. Яғни ол елдің экономикасының өнеркәсіптік индустриалдық жылжытуына әсерін береді. Дегенмен осы екеуінің арасындағы маңызды қаржылық саясат. Қаржылық саясат ол шектеулі ресурстарды жоғарыдағы екі саясатқа дұрыс бөлуді қамтамасыз ету керек. Яғни бұл кітапта өте бір маңызды идея айтылады. Бірінші ретте мемлекеттің өнеркәсіптік саясаты қалыптасу керек. Одан кейін сол өнеркәсіп саясатының негізінде қаржылық жүйе қалыптасу керек. Яғни мемлекет тарапының қай салаларына қаражатты беру тиімдірек екенін алдын ала анықталу керек. Одан кейін соған қатысты қаражат бөлінеді. Өйткені мынандай жағдай болуы мүмкін. 19 ғасырда Испания мемлекетінде әрі көп деген инвестициялық банктер көп болған. Бірақ бұл мемлекеттің ары қарай индустриялануына ешқандай көмегін бермеді. Себебі Испания кейінгі заманға дейін индустриялық тұрғыда артта қалған мемлекеттің бірі болып қалды. Сәйкесінше біз нені көреміз? Қаржылық саясатын басқару өте маңызды. Дегенмен бұл кітапта күшті мысал келтіреді. Бізде енді дорама көретіндер мүмкін білетін шығар, кореялық Default деген фильм бар. Ол 1997 жылғы оңтүстік Кореяда болған дағдарысқа қатысты. Кейін азиялық дағдарысқа ұласты. Артынан 98 жылы Ресейдегі дағдарысқа ұласты. Оның нәтижесі Қазақстанға тиді. Тіпті мен есімде демей қоймын, мен ол жылы дүниеге келгем. Сол жылы 98 жылы ата-анамыздың естуі бойынша Қазақстанның ауылдық аймақтарында экономика натуралды экономикаға кетіп қалған. Яғни адамдар былай айтқанда бартермен өмір сүрген. Біреу картошка өсіреді, картошканы майға ауыстырады, майды қалаға барып сатады, одан түскен заттарды ауылға келеді, қайтадан картошка алмастырады. Сондай экономика болған. Сөйтсе бұның түбі анау шығыс азияда жатыр екен. Оның түбі халықаралық валюталық фонд және халықаралық банктың ұсыныстарына қатысты айтылады. Яғни бұл мемлекет, бұл ұйымдарды мен жамандау үшін айтқан жоқпын. Бірақ бұл ұйымдардың ұсынатын саясаты ол не? Ол нарық жаңағыдай өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы дамыған батыс Еуропа елдерінің, яғни және Америка, ақш-тың қалыптасқан қаржылық айтқанда акция басқасын алуға мүмкіндік, табыс алуға мүмкіндік бар мемлекеттердің саясатын әлі де қалыптасып үлгермеген оңтүстік шығыс Азия енді ғана отардан шыққан деген мемлекеттерге насихаттаудың қателігі жайлы айтылады. Яғни бағанағы мысалға бағана айттым ғой, Индонезияда президенттің баласына қаржылық секторда ақшаны бере салды деген сияқты жағдай бар. Ол осының салдары. Яғни Таиланд, Филиппин, Малайзия мемлекеттері осы халықаралық валютный фондты қатты тыңдады, олардың саясатын іске асырды. Барынша еркін нарық, барынша бағанағыдай инвестицияның көп болуын қамтамасыз етілді. Бірақ мемлекетте нақты экономика, яғни өнеркәсіптің қалыптаспауынсыз бұның барлығы ауадан ақша жасау деп айтсақ болады. Нәтижесінде не болды? Нәтижесінде жаңағыдай ауадан ақша жасаудың түбі үлкен қаржылық пузырь дейді, яғни пузырьге апарды. Нәтижесінде ол пузырь жарылды, экономикада дағдарыс болды. Оның барлығы мемлекет тарапынан қаржылық саясатты еркіне жіберудің кесірінен болып тұр.
деп айтылады. Сәйкесінше бағанағы Жапонияда болсын, Кореяда болсын, қалай болды, Тайваньда болсын, қаржылық сектор бірінші ретте қаражатты өнеркәсіп орындарына бөлді. Олардың уақытылы алып отты, проценттерін тиімді берді. Және де ауыл шаруашылығына да қатысты маңызды керекті пункттің бірі дұрыс оларға кредитті бөлу. Мысалы, қазіргі уақытта Қазақстанның өзін алатын болсақ, біздің елімізде көптеген ауыл шаруашылық секторына адамдар қаражат кредит алу қиын оларға кәсіпорын дамыту үшін. Неге? Өйткені оған қоятын залоговый, айтқанда меншік керек. Бірақ оларда меншіктің бағасы енді ауыл үй қанша тұрады дейсіз? Төмен болғаннан кейін нәтижесінде олар кредит ала алмай жатыр. Нәтижесінде ірі айтқанда үйлері басқасы бар, бағанағыдай плантатор бар, жер иелері, латифундистер дейді бір кісі блогер. Олардың барлығы сол жаңағы ірі жер иелері болып, кредиттерді алып, ол ақшамен ірі плантацияны дамытып жатыр. Бірақ ол мемлекеттің жалпы экономикалық дамуына тиімді емес. Бұның барлығының түбінде қаржылық саясаты, мемлекеттің қаржылық саясаты мемлекеттің дамуына мүдделі болуы керек. Жалпы бұған қатысты, қаржы саясатқа қатысты айттым деп ойлаймын. Негізінен өте күрделі кітаптың бөлімі, дегенмен негізге дейін жеткіздім деп ойлаймын. Енді сұрақ туындайды. Ал жарайды, Қуанышбек, үшеуін айттың. Бұл үш модель, яғни бағанағыдай ауыл шаруашылығын дамыту, тиімді өнеркәсіп және тиімді қаржы саясаты, осыны біздің немесе басқа елдерге енгізсе, ол солай жұмыс істеп кете ме? Жоқ, әрине жоқ. Неге? Өйткені біз экономикалық дамуда әмбебап, айтқанда экономик прогрессте әмбебап рецепт жоқ. Дегенмен белгілі бір деңгейде осы экономикалық модельдерден алуға болатын дүниелер бар. Бұл бізде Жапония мемлекетінің тәжірибесі жақсы дәлелдейді. Жапония мемлекетіндегі Мэйдзи реформасы болсын, кейін Жапония қателігін қайталамауға тырысқан оңтүстік Кореяның президенті болсын, Пак Чон Хи, одан кейін мына жақтағы Тайвань болсын, басқасы болсын, осылардан сабақ алып өздерінің экономикасына бейімделе берді. Және маңызды пункт, бұл мемлекеттер өздерінің ішкі экономикасын сыртқы өндірушілерден барынша қорғады. Және де ішкі өнеркәсіптің қалыптасуына ден қойды. Бұл өте маңызды пункт. Бұл экономист ішкі кәсіпорындарда қолдау табылады. Және бұл рецепт барлығына бірдей деп айта алмаймыз. Мысалы ретінде енді Қытайға келейік. Қытайға келетін болсақ, енді жарайды, Жапонияның, оңтүстік Кореяның, Тайваньның бұл капиталист мемлекеттер. Ал Қытай ше? Қытай коммунист мемлекет. Қытай осы біздің 30 жыл бұрын болған ксро ғой дейді адамдар. Дегенмен мен мына жақта Қытайдың дамытқан, дамуына осы капиталистік жолға қойған маңызды кісілердің бірі Дэн Сяопиннің андай сөзін сіздерге оқып бергім келеді. Ол қандай? Біз артта қалғанымызды, көп дүниені дұрыс істеп жүрмегенімізді және өзгеруіміз қажет екенін мойындауымыз керек дейді. Енді күнделікті ақталған адамдар үшін бұл енді бір жаңа сөз емес шығар. Дегенмен Дэн Сяопин сол уақыттағы Мао Цзедун кезіндегі қандықол үлкен бір ірі тәртіпке бағынған Қытай мемлекетінің басшысының бірі Дэн Сяопиннің осындай біз қателестік, бізге өзгеру керек, біз осы уақытқа дейін дұрыс жасамадық деп айту, бұл үлкен, өте үлкен маңызды сөз болды. Нәтижесінде Қытай экономикасы көрші Тайвань мемлекетінің экономикасына бағыт болып, солардың істеген қайталап, арнайы экономикалық аймақтар ашып, ауыл шаруашылығын да тиімді бөліп, әрине социалистік әткендікпен, өйткені барлық меншік бәрібірдей мемлекет көп табылды. Дегенмен бағанағы оңтүстік шығыс Азия мемлекеттері сияқты саясатты іске асырды, қалыптасты. 90-шы жылдары қалыптасты өте жоғары деңгейде. Ал қазіргі уақытта Қытай экономикасы әлемдегі ірі экономикалардың бірі. Қазақстан ақыры біз Азия мемлекетіміз, көп жағдайда орталық Азия бізге біздің сол уақытқа дейінгіде көзқарасымызды қалыптастырған, алаш арыстарда Жапонияға көз қараған, сол сияқты бұл мемлекет бұл кітапты оқып көріп, осындай экономикалық саясатты қалыптастыруымызға әсте мүмкіндігіміз бар деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет, құрметті достар, барынша пайдалы болды деген ойдамын.